Құда 1000 жылдық дейді, қазақ айтады. Дұрыс па? Күйеу бала 100 жылдық дейді. Күйеу бала өліп қалады ертең ол. Бірақ құдалығың не болады? Қалады, біздің алыстағы құдалар ғой деп ағасы. Үйлену, бір-бірімен қыз алысу, қыз берісу, туысқандықтың, ағайындықтың ең көркем көрінісі екен. Біле біліңіздер. Көрдіңіздер ма? Қандай жақсы нәрсе. Құда балам ғой деп құрметтеп жатқан кезде төбең көкке жетіп қала ма? Жетіп қалады. Екі туып бір қалған емес негізі сенің ол. Бірақ құда бала ғой деп құрметтеп, кәдімгідей төбесіне шығарып жатқан кезде кәдімгідей бір риза болып қаласың іштей. Неден ол? Ана екеуі үйленбесе сен кімсің? Ешкім емессің сен, далада бір күн жүресің. Жүрген біреусің да. Демек, бұл қоғамдағы ең маңызды нәрсе не екен? Некемен болған қарым-қатынас дейді. Осының орнын ауыстырайық. Некесіз болса ше, ұстап алсаң ше біреумен. Басқаша болады әңгіме, дұрыс па? Өзінің семьясын ұстап алып қаншама оқиғалар болды ғой Қазақстанда да. Әйелін бала шағасымен қосып балталап тастаған адамдар бар.